Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге қазақша аударылған компьютерлік ойындар туралы айтайын деп отырмын. Достар, менің есімім Нұрбек. Мен кітаптар және қазақша комикстар туралы видеолар түсіремін. Біздің YouTube каналда әртүрлі видеолар шыққан. Әлем әдебиеті, қазақ тілі әдебиеті және де қазақстандық комикшілердің жұмыстарын түсірген болатынмын. Және де осы YouTube канал жүргізіп жүріп, мен компьютерлік ойындарды қазақ тіліне аударып жүрген Telegram каналға тап болдым. Және ол жерде өзімнің Nintendo Switch'ыма Gult деген хоррор жанрындағы компьютерлік ойын қазақша шыққанын көрдім. Мен сіздерге бүгін сол қазақша шыққан компьютерлік ойынды және де қазақ тіліне аударып жүрген, қазақ тілді патч жасап жүрген Telegram арна туралы да айтқым келеді. Достар, ең алдымен мен Nintendo Switch деген консольді көрсеткім келеді. Егер білсеңіздер, бұл бізде бұрынғы 90-2000 жылдары Dendy деген ойын болатын. Ол бізде сол Dendy деген ойын негізі пираттар біздің СНГ бұрынғы СССР мемлекеттеріне Dendy ретінде таратқан болатын. Оны ресми Nintendo таратпаған. Негізі Nintendo деген 90-шы жылдар шыққан компьютерлік ойын консольдарын, аппараттарын, ойындарды жасайтын үлкен япониялық компания. Ол ресми түрде біздің Қазақстанға кірмеген. Оның копияларын дейікші, біздің Қытайдағы достарымыз сол Nintendoның Super Nintendo, SNES, NES деген сияқты консольдарын өзінің арзан бағамен бізге Dendy деген атпен біздің нарыққа алып келген болатын. Және өздеріңіз білесіздер, бізде 2000-90-шы жылдары тек қана Sega және Dendy деген консольдар болған. Енді 2009-2011 жылдан бастап ресми түрде осындай Nintendoның консольдары сатыла бастады. Және де бұл 2017 жылы шыққан Nintendo Switch деген телевизорге жалғанып, және де осылай көріп тұрсыздар, планшет сияқты ойнай беруге болатын консоль. Және де бұның бір жақсысы, әртүрлі ойындарды ойнауға болады. Бұл жерде Ведьмактың ойынын ойнауға болады, мына жақта Терминатор, Том Райдер, әртүрлі ауыр да жеңіл де әртүрлі қазіргі заманауи компьютерлік ойындарды ойнауға болады. Мен бүгін сіздерге осы Gult деген қазақ тіліне аударылған компьютерлік ойын туралы айтқым келеді. Достар, бұл ойын Survival Horror деген жанрда болады. Ол өздеріңіз білсеңіздер, Resident Evil, Silent Hill деген ужас хоррор жанрындағы ойындар сияқты. Бұл жерде басты кейіпкерге, бізге, ойыншыға өте аз ресурстар береді, патрон, қару сияқты. Және де сол аз ғана заттармен бүткіл ойынды өтіп, тірі қалып, және де белгілі бір мақсатқа жету керек. Бұл ойындар өздеріңіз білесіздер, сол Alan Wake, сол Resident Evil, Silent Hill деген сияқты әртүрлі хоррор жанрындағы бүткіл әлемге, бүткіл компьютерді ойнайтын адамдарға атақты ойын, сол Survival Horror жанрындағы. Және де бұл Gult деген ойын сол жанрдағы атақты компаниялары сияқты бюджеті болмаса да, өздері кішігірім компьютер жасайтын компания, бірақ та сол Survival Horror'дың бүткіл заңдылықтарын сақтап, аз ғана ақшамен осындай жақсы компьютерлік ойынды жасапты. Мен бұл ойынды толық әлі аяқтап бітірмедім. Енді басын ғана бастадым, және сіздерге сол ішінде мәзірлері қазақша, және де сюжет, дыбыстама, бүткіл жерлері қазақша екенін көрсеткім келеді. Өздеріңіз көрсеңіздер болады, мен сіздерге қазір монтаждап сол қазақша текстері бар сөздерді көрсетем. Және де бұл ойынның жанрдың, және де бұл не туралы екенін қысқаша айтып кетсем. Бізде басты кейіпкер бір қыз болады. Ол қыздың сіңлісі кішкентай қалада тұрады, екі қыз тұрған. Сол екі қыздың, біздің бас кейіпкердің сіңлісі жоғалып кеткен екен. Сол қыз, біз басты кейіпкер қыз болып ойнаймыз. Оның кішкентай сіңлісі бір айдай болған жоғалып кеткен. Қаладағы полиция, детективтер бәрі іздеп, оны баланы таппайтынын біліп,
баланы іздеуді доғарған, және де бірақ та біздің басты кейіпкер әлі де үмітін үзбей сол кішкентай сіңлісін іздеп жүреді, және де біз ойынның басында қалада внимание розыск деген сияқты қағаздарды жабыстырып жүреміз, және де ақырын сол қыздың, кішкентай біздің сіңліміздің атын және де ол мінезі қандай болған сияқты бәрін ақырын сол сіңлі туралы ақпараттар жинай бастаймыз. Ол ақпаратты біз мектептен бастаймыз, және де ойынның басында біздің басты кейіпкер куникулер деген көктөбеде жүретін куникулерға отырады да өзге әлемге ауысып кетеді, және өзге әлемде сол біздің өзіміздің жоғалып кеткен сіңлімізді іздейміз. Және де сол іздеп жүрген кезде біздің алдымыздан әртүрлі құбыжықтар пайда болады. Сол құбыжықтардан қашып, қолымызға фонарь алып, соларды жарықтың күшімен өлтіреміз. Міне ойын солай. Және де бұл ойынның механикасы дейді па, геймплейі Alan Wake деген компьютерлік ойынды білсеңіздер, тура соны қайталайды. Естеріңізде болса, Alan Wake деген жазушы туралы компьютерлік ойын бар, оның бірі бар, екісі бар. Ол жерде де басты кейіпкер жарықтың күшімен жын шайтандарды өлтіреді. Міне біздің кейіпкерлер, біздің осы Гульт деген ойынның кейіпкері де сол жарықтың күшімен құбыжықтарды өлтіреді. Достар, мен бұл ойында да ойнап аяқтамадым. Сіздерге егер де осындай компьютерлік ойындар туралы видеолар ұнаса, комментарияға жазып кетіңіздер. Біздің каналда кітап және комикстерді ғана қалдырайық па, арасында не болмаса арасында осындай компьютерлік ойындар туралы да түсірейік па. Менің ойымша қазақ тілінде компьютерлік ойындар өте аз, мен естімеген бұрында. Осындай телеграм каналдар аударып жатыр екен, қазақша почтар жасап отыр. Егер де қызық болса сіздерге, осындай қазақ тілінде қандай ойындар шығады болашақта, осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер. Сол пікірге қарап, болашақта осындай компьютерлік ойындар туралы видеолар салайын ба, салмайын ба, соны қарастырайық. Және де егер де ұнап жатса, болашақта летсплейлерде де салсақ болады. Ал достар, өздеріңіз осы Гульт деген ойында қазақ тілінде ойнағыларыңыз келсе, мен осы видеоның астында қазақ тілінде шығарып отырған телеграм каналдың сілтемесін қалдырып кетемін. Сол сілтемеге өтіп, телеграмнан тегін қазақ тілді дыбыстама аудармасын жүктеп алыңыздар, және де өздеріңіз ойнап, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.